اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті әхлі сонна вал жамаат бауырлар, құрметті мұсылман ағайындар, Алла субхану ва таала оқыған жұма намазымызды өз арғайына қабыл еткей. Аллаға сансыз шүкірлер, мақтау, мадақтар болсын. Осы жұма күн қасиетті күнде, Сейдул Айям болған күндерде біздерді өз үйіне қонақ қылып жинағанына көптеген шүкірлер болсын. Осындай Аллаға қонақ болу осы күнде, қасиетті күнде әрбір адамға, әрбір жанға нәсіп болмайды. Алла тағала тек қана өз сүйген пенделерін өзіне қонақ қылады. Қалай адамдарда да сондай бір заң бар. Біздер өз жақын, жақсы көретін адамдарымызды, сүйетін адамдарымызды қонаққа шақырамыз. Ешкім өз дұшпанын, өзіне қарсыны үйіне шақырып қонақ қылмайды. Алла субхану ва таала да тек қана өз сүйген пенделерін, өз жақсы көрген пенделерін өз үйіне қонақ қылып, өз рахметіне бөлейді. Соны Алланың шүкіршілігін көп етек, болсын нығметті бізден алмасын. Алла субхану ва таала Құранда Ибрахим деген сүреде былай деп айтады: "Ва ин шакартум ла азиданнакум." Егер шүкіршілік қылатын болсаң, Алланың берген нығметтерін санап, еске алып шүкіршілік қылатын болсаң, ла азиданнакум. Алла тағала нығметін арттырады. Алла тағала нығметін неше есе көбейтеді. Егер бұл Алланың берген нығметін нығмет білмей, оны еске алмайтын болсаң, ва ин кафартум инна адаби ла шадид. Алланың нығметін еске алмай, осынша Алла тағала біздерді қонақ қылды, үйіне әкелді, жұма намазын нәсіп қылды, өзіне құлшылық ибадатты нәсіп қылды. Оларды еске алмайтын болсақ, Алланың азабы ұлы деп айтады. Сондықтан көп Аллаға шүкір болсын. Тағы осындай жұма намаздан кейін біздерді осылай жинап, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін тыңдауға, оқуға біздерді нәсіп қылғанына да шүкір болсын. Бүгінгі айтатын тақырып көршінің бір неше хақысын айтайық иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көп өсиет қылып кетті көрші жайлы. Хадистерде келеді, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кімде-кім мұсылман емес, Аллаға, Алланың елшісіне иманы болса, Аллаға сенетін болса, ол көршісін сыйласын дейді, көршісін құрметтесін дейді. Басқа бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Джибрил періште дейді, сонша мені өсиет қылды көрші жайлы дейді. Мен ойладым дейді, ертең мен өліп кетсем, ол менің малымнан мұра алады шығар деп ойладым дейді. Яғни менің ағайыныма есебінде болып мұра алады шығар деп ойладым дейді. Яғни сондай ағайындан да артық өсиет қылып кетті дейді көршіні дейді. Алла субхану ва таала Құран аятта: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва бил валидайни ихсана, ва бидил қурба вал ятама вал масакини вал джари дил қурба вал джари ил джунуб ва сахиби бил джам ва ибнис сабил ва ма малакат айманукум" дейді. Садақаллаху азим. Ва бил валидайни ихсана. Өткен аптада осының бірнеше хадис оқыдық осы жайлы. Әке шешені сыйла, ана атаны сыйла деген хадистерді оқыдық. Біздің дініміздің Алладан тәухидден кейін ана атаны сыйлау болды. Яғни кім-кім ана атасын сыйламайтын болса, Алла тағала ғаниюн анил аламин. Алла тағала біздің құлшылығымызға, ибадатымызға мұқтаж емес. Егер Алланың дегені болмайтын болса, ва ман лам яхкум бима анзалаллах фақат кафара. Кім Алланың жіберген хүкімімен амал жасамайтын болса, Алланың бұйрығымен амал жасамайтын болса, ол дінден шығады. Алла субхану ва таала біздің құлшылығымызға, ибадатымызға мұқтаж емес. Сондықтан тәухидтен кейін ең ұлы амал ол ана атаны сыйлау деп есептедік. Ана атаны сыйламайтын адам да ол мұсылманға жатпайды. Сондай бір топтар пайда болды деп айттық. Ана атаны сыйламай, барлық құлшылықты өзінің дегені деп есептейтіндер бар. Ана атасын кәпірлікке шығаратындар бар. Ана атасын мушрик дегендер бар. Ол кеше хадиспен өткен апта айттық, олар мұсылманға жатпайды, ондай ойлар, ондай пікірлер. Ва бил валидайни ихсана. Әке шешені құрметте, ана атаны құрметте дейді. Екінші ва бидил қурба дейді. Ағайындар мен жақсы қарым қатынаста бол дейді.
ағайындардың, тумалардың хақсын бер деді. Оны да өткен апта айттық. Қандай болу керек ағайындармен? Ағайындың өзі екіге бөлінеді. Зирахым, ғайры зирахым. Яғни неке жүрмейтін ағайындар бар, неке жүретін ағайындар бар. Ең абзалы неке жүрмейтін ағайындар, яғни неке харам болған ағайындар бар. Мысалы, қарындастар, апалар, немере апалар, немере қарындастар, дұрыс па? Егер әйел адам болса, мысалы, ағасы, немере ағасы, нағашысы, олар жақын. Ең бірінші, солардың хақсын бер. Одан кейін алысырақ неке жүретін ағайындар болады. Неке жүр, одан кейін ағайындар бөлінеді. Көрші ағайын болады. Уәл-жари дил құрба. Көршің егер ағайын болса, тума болса, оның хақысы екі есе болып кетеді. Әрі көршінің хақысы бар, тағы ағайынның хақысы бар. Екі есе. Уәл-жари джунуб. Ағайын емес көрші енді. Соның хақысы. Мына жерде айтатын бүгін тақырып уәл-жарил джунуб. Көршінің жар, көршінің хақысын айтып өтейік иншаллах. Хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтатын хадисте Абу Шурайх Хузаи қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ман кана юъмин биллах вал яумил ахир фальюкрим дайфаху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кімде кім Аллаға тағы қиямет күніне иманы болса, сенетіні болса, ол келген қонақты сыйласын дейді. Оны сөзбен де, басқамен де қонақты ренжітуге болмайды. Қонақтың кемшілігін айтуға болмайды. Қонақ қалай да болса, ол иманның шарты қылып тұр пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Иманы бар адам қонағын сыйлайды. Аллаға сенетін, қияметке сенетін адам ол көршіні қонақты сыйлайды. Егер жүрегіңде иман болмаса, жүрегі Аллаға сену болмаса, қияметке сену болмаса, ол көршіні сыйламайсың. Мен сыйладым, тек тамағын бердім емес. Оны сондай үйіңді тыныш жүру. Тамағын да беріп, келесі хадисі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрші жайлы айтады. Көршіні қияметке Аллаға сенетін адам көршіні сыйлайды. Тағы бір күн уәжаизатуху яуман ва лайлатан. Оны бір күн сыйлығын да беріп, егер көрші қонақ келетін болса еңе, оның қолына сыйлық ұстату да дейді, жақсы амал дейді. Келген көршіңе дейді. Қазақта бар ғой ондай, келген көршіге бір зат ұстатып жібереді. Уәжаизатуху лайлат яуман ва лайлатан ва зияфатуху саласата айям дейді. Бірақ қонақ болу 3 күн дейді. 3 күнге дейін қонақ дейді. Бірінші күн дейді, оны жақсылап сыйлайсың дейді. Өзіңдегі бар нәрсені тек қана өз ағайындарың, өз үйіңнің адамдарына шығаратын, қолданатындарының бәрін соған бересің. Бересің дегенде, соны тамағыңды бәрін, жасырған тамақтарыңды шығарып қойған жақсы дейді. Одан кейін 3 күнге дейін ол қонақ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ. Тағы кім Аллаһың қиямет күніне сенетін болса, ол көршісін құрметтесін дейді, ихсан қылсын дейді, жақсылық жасасын дейді көршісіне. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Тағы кім Аллаға қияметке сенетін болса, ол хайыр сөйлесін. Сөйлегенде динден сөйлесін, Алладан сөйлесін. Егер ондай білімі жоқ болса, үндемесін. Лиясмут, сомт болсын, аузы басқа сөз айтпасын, сөйлемей отырсын дейді. Егер білім болса, хайыр сөз айтатын болса, Алланы мақтай алатын болса, пайғамбарды мақтай алатын болса, пайғамбардың хадистерін білетін болса, Алланың каламынан, Алланың сөзінен аяттарды жаттаған болса, жетірсін. Хайыр сөйлесін адамдарға. Егер ондай білім болмаса, басқа сөзді айтпасын дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, көршіні сыйлау, көршіні құрметтеу, ол адамдың иманынан болды. Яғни иманда адам сондай амал жасайды. Абу Шурай Каби ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям қала валлаху ла юъмину валлаху ла юъмину саласатун. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямдан естідім, 3 рет Алла мен ант етті дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. 3 рет валлаху ла юъмину, Аллаға ант болсын, Алла мен ант етем, мұсылман емес деді дейді. 3 рет. Субханаллах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шари, пайғамбар бір адамды мұсылман десе ол мұсылман, пайғамбарымыз бір адамды мұсылман емес десе ол мұсылман емес. Ол мың жерден
Ол мың жерден өзін мұсылманмын, мен мұсылманмын десе, пайғамбар сен мұсылман емессің десе, кімнің сөзі қабылданады қияметте? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сөзі қабылданады. Мың жерден мен мұсылманмын, мен мұсылман деп айтса да, ертең қияметтің сенің сөзің емес, пайғамбар саллаллаху алейхи сөзі қабылданады қияметте. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи былай дейді: "Валлаху ла юъмин", Аллаға ант болсын, мұъмин емес, мұсылман емес. Қалу ва ман зака я Расулаллах. Кім я Расулаллах? Кім мұсылман емес? Кім мұъмин емес? Ал-жару ла яъману жараху биваиғаху дейді. Мұсылман емес көршісі оның ваиғасынан аман қалмаса дейді. Қалу ва ма биваиғуху қала шарруху. Я Расулаллах, вағи деген қандай сөз дегенде ол шар дейді. Мұсылман емес көрші, соның көршісі қолынан, тілінден аманда болмаса, шарынан, зиянынан аманда болмаса, оның субханалла. Кейбір өзімізде де бар. Көршінің зиянынан сондай шыдамай көшіп кетеміз басқа домға, басқа үйге, басқа жерге көшіп кетеміз. Осы көршіден аман жүрейінші, осының зияны тимесін деп, субханалла. Сол көрші мұсылман емес дейді, егер көршісі тілінден, сөзінен аман қалмаса. Шақиқ Балқи рахималлахның оқиғасын айттық өткенде. Әулие, Алланың досы. Алланың досы болған Шақиқ Балқи рахималлахның яһуди көршісі болған. Қараңыз, яһуди көршісі болған. Бұл яһуди көршісі үйін астын қазып, жаңағы Шақиқ Балқиның үйіне жол ашқан. Бұл не істеген? Сондай боқ суларын, харам суларын дәрет алған, дәрет сындырған боқ суларын сол Шақиқ Балқиның үйіне жібереді дейді. Астын қазып жол ашып. Шақиқ күнде кешке бұның жіберген суларын, субханалла, таза су емес, боғын, суын, нәжісін бәрін жібереді дейді. Яһуди кісі тек оны ренжіту үшін, оны мазалау үшін. Шақиқ Балқи рахималлах, ол Аллаға сенет, ол қияметке сенетін адам. Қараңыз, "Ман кана юъмин биллахи вал яумил ахир". Қияметке сенеді ол. Ол Аллаға сенет, не істейді? Күнде кешке жаңа яһудидің төккен суларын тазалап тұрады. Күнде кешке. Неше жыл? 30 жыл сол яһудидің боғын тазалап жүреді. Неше жыл? 30 жыл яһудидің боғын тазалап жүреді. Bir gün Yahudi көшеге шығады дейді. Шақиқ Балқи өлді, Шақиқ дүниеден қайтты деп дейді. Адамдар, көршілер жиналады. Қайдан білдің дейді. Мен 30 жылда боқ суымды төгіп тұрдым, бұл тазалап тұрды дейді. Бірақ таңертең бүгіндің төккен суым әлі сол дейді. Тазаланған жоқ дейді. Егер мен Аллаға ант етем, бұл тірі болғанда бұл суыны тазалап төгер еді дейді. Бұл дүниеден қайтты дейді. Көршілер барады, іздейді, бұл дүниеден қайтқан дейді. Субханалла. Жаңа яһуди шығып кәлима айтады дейді. Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Мен осы Шақиқтың дініндемін. Шақиқ Балқи қандай дінде болса, мен соны дінді қабылдаймын дейді. Субханалла. 30 жылда яһуди көршісінің зиянын, мазалағанын көтереді. Субханалла. Қазір бізге таза су төгіп тұрса емізге, қара, ішетін суды кім 30 жылдап шыдайды? Неден ол? Или жаңа Шақиқ Балқи иманы дұрыс емес, немесе біздің иманымыз дұрыс емес. Мына жерде бір Шақиқтың иманы дұрыс емес шығар. 30 жылдап яһудине шыдады. Жоқ, біздің иманымызда әлсіздік бар. Bizim үйімізге таза суды төксе де 30 жыл емес, 2 күн қатарынан төксе қиямет болады. Бұл неден? Иманымызда кемшілік болып отқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иманы толық адам ол көршінің мазалағанда көтереді. Айша аннаха қалат я Расулаллах инни ли жарайн. Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: я Расулаллах, менің 2 көршім бар дейді. Иннали жарайн. Менде 2 көрші бар. Фа иля айхима ихда. Егер сыйлық бергім келсе, қай бір көршіме берейін дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не қыл дейді? Қала иля ақрабихима минка бабан. Қайсысының есігі сенің есігіңе жақын болса, сол сыйлыққа
лайық дейді. Яғни сол адамға сыйлық бер. Қай көрші саған жақындырақ болса, оның хақысы бар дейді саған дейді. Соңғы хадисті оқиық иншалла. Бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның нұрлы хадистерінен. Ан Аби Хурайра радияллаху тағала анху анна наби саллаллаху алейхи ва саллям қала я ниса ал-муъминат. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір өсиетті мұсылман әйелдерге өсиет қылып кеткен. Бірақ бұл әйелдерге айтылғанымен барлық мұсылмандарға шамил болады, яғни мұсылмандарға қатысты. Я ниса ал-муъминат, ей мұсылман, мұъмин әйелдер, لا تحقرن جارة لجارتها ولا فرسنا شاة дейді. Ей мұсылман әйелдер, көршіңдің берген сыйлығын кіші санама дейді. Яғни оны аз көрме дейді ешқашанда. Кейбірде болады ғой, көршіміз бірдеме алып келсе менсінбейміз. Сол осы мен осыған лайық болып қалдым ба? Мен осындай жоқ, ол емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не қылды? Ла тахқиранна жаратун дейді. Көршің егер бірдеңе сыйлық алып келсе, оны ешқандай кіші санама дейді. Қандай болса, вала фирсна шатин дейді. Бір қойдың тұяғы да болса дейді. Сондай бір құнсыз бір нәрсе де болса, оны иманмен, ашық жүректікмен қабылда дейді. Бұл ненің белгісі? Бұл мұсылманның белгісі. Ана көршіме мынаны апардың, маған мынаны алып келдің, керек емес, бар, қайтып ал. Ол мұсылмандыққа жатпайды, бауырлар. Қандай нәрсе болатын болса, кіші де болса, қойдың тұяғы да болатын болса, оны ал дейді. Ашық жүрекпен, ашық жүзмен қабылда дейді, ол мұсылманның сипаты дейді. Алла субхану ва тағала баршамызға бұл дін Таха ма анзална алейкал Құран литашқа. Дін бізге машиқат, қиыншылық, проблем болу үшін Алла тағала бізде дінді берген жоқ. Илля тазкиратан лиман яхша. Тек Алладан қорқатын пенделерді ескерту. Не себептен ескерту? Бұл дін деген мақсат біздің өзіміздің, әрбір адамдың бұл дүниеде қандай міндеті бар екенін түсіндіру, мақсатын түсіндіру, мақсатына ескерту. Болды. Көршіме қандай міндетім бар? Білу. Ағайындарға қандай міндетім бар? Ата-анаға қандай міндетім бар? Егер біз дінге келмесек, осыларды білеміз ба? Кім үйретеді бұларды бізге? Көршіме қандай міндетім бар? Ағаларға қандай міндет? Көршілерге, ағайындарға, оны кім үйретеді бізге? Осы дін үйретеді бізге. Әркім өз міндетін біледі дін арқылы. Сондықтан біз қанша дінді амал жасасақ, өз міндетімізді бұл дүниеде, тағы ақыретте Алла тағала білдіреді иншаллах. Алла субхану ва тағала айтқан адамға, естіген адамға тәуфиқ амал нәсіп қылсын иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.